Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. ТМТ-дағы ең кедей ел Тәжікстан. Елде жұмыс жоқ. Халықтың басым көпшілігі Ресейге барып жұмыс істеп, сол жақта күн көреді. Соңғы 30 жылда Тәжікстан айтарлықтай дамымады. Керісінше, қарызға батып, жағдайы кері кетіп барады. Осының салдарынан Тәжікстан тәуелсіздігінен де айырылып қалуы әбден мүмкін. Бұл мәселелерге басты кінәлі Эмомали Рахмонның қате саясаты. Оның ақылға сыймайтын үш қателігі Тәжікстанды құрдымға жіберуі мүмкін. Бұл қандай қателіктер? Тәжікстанды кезінде Азияның Швейцариясы деген. Себебі халқы қонақжай, таулары аспанмен таласқан, табиғаты әсем. Бірақ Тәжікстанның Швейцариямен ұқсастығы осымен бітті. Швейцарияда инфрақұрылым жолға қойылған, елдің экономикасы дамыған. Ал Тәжікстанда бәрі қирап тұр. Мұнда Эмомали Рахмонды аса мәртебелі деп айту керек. Көшелерде Рахмонның суреттері ілініп тұрады. Президент дастарханда ас ішіп отырып, журналистерге елде жағдай жақсы деп сұхбат береді. Тәжікстанға өзге елден президенттер қонаққа келсе, Эмомали Рахмон жастарды аэропортқа жинап, би-билет еткізіп, ұлан асыр етіп күтіп алады. Бұны көрген президенттер Тәжікстанда жағдай расында да жақсы екен деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде халық күндерін қалай көрерін білмей дал болып отыр. Тау етегіндегі қышлақтарға барсаңыз, кедейшіліктің шегінде отырған отбасыларды көруге болады. Және мұндай отбасылар Тәжікстанда 100 мыңдап саналады. Халықты мұндай жағдайға жеткізген Эмомали Рахмонның қате саясаты. Ол елді басқарып жатқанына 31 жылдан асты. Тіпті Назарбаевтың өзі 28 жыл ғана басқарған еді. Осыдан ақ аса мәртебелі Рахмонның мемлекетті жекешелендіріп алғанын аңғаруға болады. Тіпті ол өзін патша санайды десек қателеспейміз. Бірде ол елді аралап көруге шығады. Сол кезде оған көптің ішінен суырылып шығып сөз сөйлеген мұғалім жігіт ұнап қалады. Пай-пай деп тамсанған Рахмон одан үйленгенсің бе деп сұрайды. Мұғалім жігіт ыңғайсызданып бойдақ екенін айтады. Рахмон шабармандарына мұғалімге дереу қалыңдық тауып беруді тапсырады. Нәтижесінде бір аптаның ішінде мұғалім жігіт үйлену тойын жасайды. Тойда қалыңдықтың мүлде көңіл күйі жоқ екенін байқауға болады. Сөйтсе шенеуніктер жас қызды ырқынан тыс қинап көндіріп тұрмысқа шығуға мәжбүрлепті. Яғни Рахмонның ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Тәжікстанды полициядан құралған мемлекет деп айтуға болады. Мұнда полицияны барлық жерден кездестіруге болады. Кезінде Совет одағы тұсында да Тәжікстанда милиция қызметкерлері көп болған. Тәжіктің мұртты милициясын бүкіл одақ таныған. Тіпті ол тәжік ұлтының бренді болды. Рахмон қара күшке мығым болды. Бірде Трамп амандасу барысында Путиннің қолын өзіне қарай тартып алды. Бірақ Рахмонға шамасы жетпеді. Бұл Рахмонның абыройын одан әрмен көтерді. Статистикалық деректерге сүйенсек, ТМТ-да ең төменгі жалақы қазір Тәжікстанда. Мұнда халық бар болғаны $150 айлық алады. Кейбір адамдар күніне $2 күн көреді. Яғни 1000 теңге шамасындағы ақшаға. Ал жұмыс таппағандар Ресейде гастарбайтер болып күн көреді. Әйгілі ресейлік Наша Раша деген телешоуда осы Равшан және Жамшуд образдары арқылы тәжік халқын құрылысшы ретінде көрсетеді. Өкінішке қарай бұл шындық. Егер бұлай істемесе халық аштан қатады. Мемлекеттің экономикасын гастарбайтерлер салып жіберетін ақша ұстап тұр. Олар отандарына жылына $5 миллиард көлемінде қаржы жөнетеді екен. Сол себепті де ата-аналар ұлдарын 20 жасқа дейін тезірек үйлендіруге тырысады. Ал қыздар 17-18 жасқа тола сала тұрмысқа шығып кетеді. Сосын жаңа үйленген еркек үйленген соң 40 күн өткенде басқа елдерде жұмыс істеуге кетеді. Ұлдың ата-анасы жаңа түскен келіндерін жұмсап отырады. Кейде ер азаматтар Ресей жақтан 1-2 жыл келмей қояды. Бұл жағдайда әйел қатты қиналады. Оны күйеуінен тірідей айырылған жесір деуге болады. Олар күні-түні бітпейтін келіндік міндеттен бөлік, ауылдағы арам ойлы еркектерден қашып, сақтанып жүруге мәжбүр. Эмомали Рахмон халқына тамақ тауып беруге қауқарсыз. Бірақ ол өзінің туған туыстарын жұмыспен қамтыды. Мысалы қазір аса мәртебелі Эмомали Рахмонның қызы Озода Рахмон президент аппаратының жетекшісі, ұлы Рустам Тәжікстанның жоғары палатасының төрағасы. Яғни қазақша айтқанда сенат төрағасы. Егер Эмомали Рахмон олай-бұлай болып кетсе, оның орнын автоматты түрде Рустам басады. Кезінде Назарбаев биліктен кеткен кезде оның орнына сенат төрағасы Тоқаев келген секілді. Тіпті бұл қызмет Рустамға аздық еткен көрінеді.
Ол тек сенат төрағасы емес, ел астанасы Душанбенің де әкімі. Бұл барып тұрған сорақылық. Халық жұмыс таппай сандалып жүргенде, президенттің ұлы қос лауазымды жұмысты қатар алып жүр. Осы арқылы аса мәртебелі патша өзінің ұлын келесі президент қылмақ. Яғни Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедов өз орнына Сердарды қойғанындай. Егер аса мәртебелі патша өз ұлын президент қылмаса, басқа басшы келіп оның ел басқарғандағы қылмыстарын ашуы мүмкін. Патшалар осыдан қатты қорқады. Сердар демекші, ол әзірге өте нашар президент. Билік оған атадан мұра болып қалғасын, сырт елде өзін қалай ұстауды білмейді. Мысалы, жақында Қырғызстанда ТМД елдерінің басшыларының жиыны өтті. Сол кезде тәжірибелі президенттер Қырғыз басшысы Садыр Жапаровқа құрмет көрсетіп, құшақтап амандасып жатты. Және олар резиденцияға қолшатырды өздері ұстап кірді. Ал Сердар қолшатырды жанындағы шабарманға ұстатып қойды. Сосын шаңырақ иесі Садыр Жапаровқа бір қолын тәкаппарлана беріп суық амандасты. Шамасы ол өзін Түркменстанда жүрмін, бәрі маған құрақ ұшуы керек деп ойлап қалса керек. Тәжікстан орталық Азияға кіргенімен түркітілдес елдер қатарына жатпайды. Тәжікстан парстектес ел. Ол Иранға жақын. Қазір тәжіктердің біраз бөлігі Өзбекстанда өмір сүреді. Сондықтан да тәжіктер мен өзбектердің кейбір салт дәстүрлері, тамақтары бір-біріне ұқсас. Мысалы, палауды екі елде күшті етіп жасайды. Себебі Совет одағы кезінде Тәжікстан Өзбекстанның құрамында болған. Кейін 1929 жылы тәжіктер Өзбекстаннан өз тәуелсіздігін алды. Тәжікстанның жері алақандай болғанына қарамастан, мұнда Таулы Бадахшан деген автономиялы облыс бар. 90-шы жылдары олар Тәжікстаннан егемендігін алмақшы болды, бірақ нәтиже шықпады. Қазір Тәжікстанда 10 миллионға жуық халық тұрады. Астаналары Душанбенің өзі Шымкентпен шамалас. 1.200.000 адам тұрады. Алдағы 20-30 жылда Тәжікстан ТМД-дағы Ресейден кейінгі екінші бай мемлекет болуы әбден мүмкін. Себебі жерінің 90%-дан астамы тауды құрайтын Тәжікстан судың басында отыр. Мұнда Тянь-Шань, Памир таулары жатыр. Әмудария өзені Тәжікстан арқылы өтеді. Қазір мұнай қандай қымбат болса, болашақта су да сондай қымбат болады. Себебі құрғақшылық болуы әбден мүмкін. Мұнайы бар елдер емес, суы бар елдерге тәуелділік артады. Тәжікстан тек ішетін су емес, электр энергиясында саталады. Олар арқырап ағып жатқан тау өзендерінің бойына су электр станцияларын салып, мол энергия өндіруге қауқарлы. Егер болашақта тәжік билігі өзен суларының потенциалын тиімді пайдаланса, тәжіктер тек ТМД-да емес, әлемдегі ең бай елдер қатарына қосыла алады. Қазір әлемде су қоры мол Ресей бар. Ресей солтүстік мұзды мұхиттан, Сібірден келетін ірі өзендер арқылы күнін көре береді. Қытай мен Пәкістан бастаған кейбір Азия елдері Гималай тауының өзендері арқылы несібесін теріп жей алады. Бұл жағдайда көбіне Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан елдері қиналады. Бұл елдер шөлейтті өлкеде жатыр. Қазақстанда бетпақдаланың соры шықты. Арал маңы экологиялық апат аймағына айналып, Қызылорда, Ақтөбе, Қарақалпақстан халқы қиындық көруде. Бірнеше жыл бұрын Тәжікстан экономикалық қиындыққа тап болды. Бюджетте бір тиын қалмады. Сол кезде үкімет Қытайдан қарыз алып күн көрді. Бірақ қарызды қайтару керек. Эмомали Рахмон қарызды ақшалай емес, жер арқылы қайтарғысы келетін сияқты. Қазірдің өзінде Тәжікстан Қытайға бірнеше кен орындарын, құнарлы жерлерін жалға беріп, есеп айырысып жатыр деген дерек бар. Қытайлар бұл жердегі табиғи ресурстарды пайдаланып жатқан көрінеді. Бірақ соған қарамастан Тәжікстан қарыздан әлі құтыла алмай келеді. Осының салдарынан Тәжікстанның Қытайға деген тәуелділігі жылдан жылға артып келеді. Кезінде Қазақстанда да осындай мәселе орын алған болатын. Шамамен 2015-2016 жылдары Қазақстан билігі Қытайға миллиондаған гектар шұрайлы жерлерді жалға бермек болды. Бұны естіген қазақ қоғамы ашуланып, билікке наразылық білдірді. Нәтижесінде Қазақстан үкіметі халықтың үніне құлақ асып, жерді жалға беруге мораторий жариялады. Ал егер жерді жалға бергенде тәуелсіздігімізге қауіп төнуі мүмкін еді. Жерді жалға алғандар елімізден кетпей қоюына ешкім кепілдік бере алмас еді. Бүгінде Қазақстан жері өз қазағымызға тиесілі. Егемендігімізге ешқандай қауіп жоқ. Расында да Тәжікстанда тау-кен өндірісінің болашағы да зор.
Мұнда көптеген пайдалы қазбалар, қымбат тастар мен металдар қоры мол. Қазіргі таңда тәжік билігі пайдалы қазбаларды сатып, елді асырап отыр. Бірақ өкінішке қарай пайдалы қазбадан түскен ақшаның үлкен бөлігі халыққа жетпей, ат төбеліндей топтың қалтасына кетіп жатқан болуы әбден мүмкін. Ол бір қаладан екінші қалаға барса, жол бойынша студенттер, мектеп оқушылары туды желбіретіп, плакат көтеріп тұрады. Олар азаннан кешке дейін күн ыстықта, немесе күн суықта жауып жатқан жаңбыр астында тұра береді. Жергілікті әкімдіктер осылай патшаға құрмет көрсетеміз деп, білімді екінші орынға сырып тастап жатыр. Яғни жеке басқа табыну қатты белең алып келеді. Жастарға университетте оқуға аса қатты жағдай жасалмағандықтан көпшілігінің жоғары білімі жоқ. Олар қара жұмыс істеуге мәжбүр. Ал Қазақстанда жастарға жоғары білім алуға барлық мүмкіндік қарастырылған. Нәтижесінде қазақ жастарының көбісі қос-қос диплом алып, білімін әрмен қарай магистратура, докторантурада жалғастырып жатыр. Стипендия өте көп. Болашақ бағдарламасымен шетелде оқып келуге де болады. Эмомали Рахмонды ұлт көшбасшысы деп те атайды. Бұл атауды 2015 жылы заңды түрде бекітті. Және Эмомали Рахмон сайлауға шектеусіз түсе алатын мүмкіндікке ие болды. Ол туралы өлеңдер, әндер, поэмалар жазылды. Мұның бәрі мұқият жинақталып, кітап болып шығарылды. Сондай-ақ Рахмонның дүниеге келуін Иса Мәсіхтің туылуымен салыстырады. Өйткені олардың аналарының есімдері ұқсас. Сәйкесінше Мәриям және Мария, Тәжікстан, Ауғанстан, Иран секілді елдермен шекаралас болғандықтан мұнда түрлі діни ағымдар көбеюі мүмкін. Сол себепті де тәжік президенті теріс ағымдармен күресті белсенді жүргізді. Исламдық киім үлгілеріне, әсіресе хиджабқа тыйым салынды. Сонымен қатар ер адамдардың сақал қою да шектелді. Нәтижесінде мұнда қауға сақал өсірген сәләфиттер жоқ. Тәжікстан жеміс-жидек өсіру арқылы да пайда тауып отыр. Эмомали Рахмон шетелден басқа президенттер қонаққа келсе дастарханға жеміс-жидек қойып күтіп жібереді. Тәжікстан десе көз алдымызға қауын қарбыз, жүзім, шабдалы елестейді. Тәжікстан жеміс-жидекті Ресей, Қытай сияқты алпауыт елдерге экспорттайды. Тәжіктің жемісі өте тәтті. Олар химикатты өте аз қолданады. Кезінде Астанада Тәжікстан күндері көрмесі өтті. Көрмеде жеміс-жидектер төселді. Тәжікстан табиғи ресурсқа бай ел. Халқы да өте мейірбан. Дегенмен тәжік халқы өз ресурстары мен потенциалдарын әлі күнге дейін толық пайдалана алмай келеді. Егер пайдаланса, тәжіктер бай мемлекетке айналар еді.